Саламатсыздар ма оқушылар? Мен әл-фараби атындағы оқушылар сарайының педагогы есімхан естичев. Бүгінгі өтетін сабағымыз физика пәні бойынша жылулық заңы, жылулық баланс заңына есептер шығару. Бірінші есепте температурасы 20 градус су бар ыдысқа температурасы -10 градус, массасы 100 грамм мұз салынды. Ыдыста қандай температура орнайды? Су бар ыдыстың жылу сыйымдылығы 1,67 килоджоуль бөлінген кельвин. Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100 джоуль бөлінген килограмм кельвин. Мұз еруінің меншікті жылуы 3,4 оның естәрісі килограмм. Біз белгілерді қауқарлы жүйеге келтіреміз. Мұздың судың температурасы 293 кельвин болады. Мұздың температурасы 263 кельвин. Мұздың массасы 0,1 килограмм, ыдыстың жылу сыйымдылығы 1,67 оның естәрісі кельвин. Және мұздың меншікті жылу сыйымдылығы берілген, мұздың еруінің меншікті жылуы. Біз орнайтын температура, біз тетті әрпімізді, осы теттаны табамыз. Шешімінде біз жылу баланс заңы бойынша біз су бар ыдыстың жылу сыйымдылығы, жылу мөлшері, ол берілген жүйеге берілген жылу мөлшері болып табылады. Ол тең болады ыдыстың жылу сыйымдылығы және температура айырымы 273 минус тетта. Келесі температуралар алынған температура саналады. Мұзды қыздыруға кеткен жылу мөлшері мұз тең болады мұздың меншікті жылу сыйымдылығы көбейтілген мұздың массасы көбейтілген температура айырымы. Бұл жерде тетта қалыптасқан температура минус мұздың температурасы 263. Келесі жылу мөлшері мұзда ерітуге кеткен жылу мөлшері, ол тең болады мұздың еруінің меншікті жылуы көбейтілген мұздың массасына. Осы жылу мөлшерлерін жылу баланс теңдеуін қоятын болсақ, онда жылу баланс теңдеуі суға ыдыстың жылу мөлшері тең болады мұзда қыздыруға кеткен жылу мөлшері мен мұзда ерітуге кеткен жылу мөлшері қосындысына тең. Орталарына қойсақ, бізде келесі теңдеу табамыз. Бұл жерде осы мәндерге біз белгілерді қоятын болсақ, тетта қалыптасқан температура шамамен 270 кельвин болатынын анықтаймыз.